Бейнероликтің тұрақты демеушісі OneX компаниясы жоғары коэффициенттер, жедел төлемдер және оперативті қызмет көрсету сервисі тек сол жерде. Төмендегі сілтемемен өтіп арнамыздың промокодын қолдансаңыздар, сіздерді ақшалай бонустар күтеді. OneX сілтемесі төменде. Ювентус чемпиондар лигасына ілікпесе Роналду істеуі мүмкін 6 зат. Нөмірі 1. Мен дереу түрде Ювентустен кетем, аңыздар Еуропа лигасында ойнамайды. Қысқасы жағдайды өзім қолға алып, өзімді ғаламторда сатып жібердім. Сатылды. Біреу менің трансферлік сомамды дереу төлеуге дайын. Сатып алушы кім? Челси ма? ПСЖ? Әлде Юнайтед па? Пеле. Одан да тегін кеткенім дұрыс еді. Нөмірі 2. Мен мансабымды аяқтаймын деп шештім. Не? Инфлюенсер болғым келеді. Өзімнің әлеуметтік желілерімді жүргізетін боламын. Не? Сен өзіңді Неймар Джуниор санағаның ба? Эй, Логан Пол, сен айқасқа шақырамын. Оңбаған ақмақсың сен. Рингте көрсеміз. Тарихтағы ең ұлы айқастардың бірі. Қарсы алыңыздар, футболдың аңызы Криштиану Роналду. Және оны қарсасы оңбағандардың оңбағаны. Қарсы алыңыздар, Логан Пол. Жігіттер, таза төбелесеміз, әйтпесе дисквалификация беремін. Роналду жеңімпаз. Джейк Пол, ендікі кезек сенде. Әсіресе менің португалдық жейдерлерімді ұрлап алғаның үшін сені ондырмаймын, ақмақ. Нөмірі 3. Жақсы жаңалық. Роналду Манчестер Юнайтедке оралды. Ал жаман жаңалық ше. Біз оны Фернандешке ауыстырып алдық. Байғыз, Бруно. Эд Вудворд трансферлық гений өзінікін дәлелдеді. Нөмірі 4. Бұл жарнама. Сәлем, мен Криштиану Роналдумын. Мен мансабымды позормен аяқтадым. Ювентуске мұналғыз. Сондықтан өзінің жеке бизнесімді бастадым. Роналдудан футболдық мүсіндер өзіңізге және жақындарыңызға тапсырыс беруге болады. Мәселен, Эрлинг Холландтікінде немесе Неймардың мүсінін біреуге сыйлаңыз. Мен тиіскен жоқпын, өзі құлады. Және де сіздер тарихтағы ең үздік футболшының мүсініне де тапсырыс бере аласыздар. Яғни менің неткен керемет. Мүсіндерді бойыңызбен бірдей қылыпта жасаймыз. Кішкентай мүсіндерді де істеуге болады. Роналдудан футболдық мүсіндер тапсырысты дәл қазір беріңіздер. Нөмірі 5. Шұғыл жаңалықтар. Әлем Суперлига жайлы жаңалықтарды ұмытып үлгермеп еді. Мінекей жаңа лига құрылу алдында тұр. Туриннен тікелей эфирді тамашалайық. Келесі маусымнан бастап жаңа лига пайда болады. Еуропалық Суперлига. Бізді Еуропалық Суперлигамен салыстырып қажет емес. Біздің турнирде Ювентус және тағы 11 топ клуб бар. Бұл өте керемет болады. Криштиану сипаттамада бұл турнирде 11 әйелдер командасы ойнайды делінген. Я, дәл солай. Олар Ювентустың ерлер клубына қарсы ойнай ма? Я, дәл солай. Бірақ бұл әділетсіз ғой. Я, бұл әділ емес. Сондықтан Ювентус жазда мықты бір футболшыларды сатып алады деген үміттемін. Сол кезде бізде қандай да бір үміт пайда болады. Басқа сұрақтар бар ма? Және де нөмірі 6. Мен үйге оралдым. Маған құрмет көрсетіп сүйікті 7-ші нөмірімді қайтаратын уақыт келген сияқты. Челси, мені қайта алыңдаршы. Қандай позор. Бейнероликке лайк басып, комментарийге пікірлеріңізді жаза отырыңыздар. Арнамызға және инста парақшамызға тіркеліп, бізбен бірге болыңыздар. Келесі кездескенше достар, футбол бірінші орында.